Сары су сүт өнімі. Ол ірімшік және де сүзбе дайындағанда пайда болады. Аталған сұйықтықты көбінесе ас үйде қолданады. Нан, тоқаш, тәтті пісіретін қамырға қоса пісірме керемет болады. Сондай-ақ оның денсаулыққа да пайдасы туралы және де бірнеше дертке дауа болады. Сары судың құрамында май жоқ, есесіне ақуызға бай. Ағзаға пайдалы табиғи өнімді күнде ішсеңіз де болады. Емдік қасиеті мол сусын ең алдымен ағзаны шлактан тазалайды, аштықты сездірмейді. Оны көбінесе артық салмақтан арылғысы келетіндер сусын ретінде ішеді. Себебі сары судың құрамында адамға күш-қуат беретін пайдалы заттар бар. Сары су қандай ауруларға ем болады? Осы сұрақтарға қазір айтып беретін боламын. Ең бірінші асқазан ішек жолдары, бауыр мен бүйрек ауруларында сары су шипа болады. Созылмалы гастрит, дисбактериоз және іш қату, бауыр ауру, тамақтан улану, гипертония кезінде күнде сары су ішуге тырысыңыз. Екіншіден, жүрек қан тамырлар жүйесі ауруларына. Үшіншіден, ми тамырлары ауруларына. Төртіншіден, эндокринологиялық ауру, қант диабеті. Бесіншіден, тыныс жолдарының созылмалы ауруларында. Келесі алтыншы, тері ауруларына да айықтырады. Егер сіздің асқазан ішек жолдарыңыз ауырып, теріге теріс әсер берген болса, онда дереу сары су ішіңіз. Оған қоса терінің майлануын, бөртпені, диатез және аллергия секілді ауруларға ем болады. Сары су қалай ішу керек? Сары суды су сияқты кез келген уақытта іше беруге болмайды. Оның да мөлшері мен уақыты болатынын ескеріңіз. Қант диабеті ауруын емдеу үшін сары суды қалай ішу қажет? Және де панкреатит ауруын емдеу үшін осы төбеде жоғары жаққа сақтап қойдым, қарап өтіңіздер. Келесі, ішек жұмысын жақсартып, артық заттарын тазалау үшін қалай сары суды қолданамыз? Және де іш қатуды емдеу үшін, бауырды емдеу үшін сары суды қалай қолдану керек жолдарын толығымен көрген болсаңыз, видео сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болғанмен Айдана.